Hyundai Tucson ба, Tucson ба? Tucson. Палаткаларда жатамыз суықта. Вот это я понимаю, да? Вот. Мен кіндігіме де дамын. Кайф! Ассалаумағалейкум. Міне, бүгінгі шығарылымда біз уәде еткендей табиғат аясына шығып бара жатырмыз. Артымызда тұрған мынандай Hyundai Tucson ба, Tucson ба? Tucson көліктерімен. Біз уәде еткендей зауыттан бізге осындай көлікті берді. Максималды комплектация біздің Қазақстанда құрастырылған, Қазақстанда жасалған отандық өнім дейсің бе? Отандық өнім, иә. Ал мынау біз өзіміз тапқан біздің танысымыздікі, бұл американдық нарыққа арналған, Турцияда жиналған көлік, яғни турецкая сборка. Негізі Tucson деп берейін, Туысқандардың айырмашылықтары көп болады екен. Кореялық жинақта мысалы вин-код лобовойдың астында тұрмайды, ал біздің Қазақстандық жинақта тұрады. Және де олардың әріптерінде айырмашылықтар болады. Оның барлығын бүгінгі шығарылымда айтатын боламыз. Ендеше, дайынсыздар ма природаға? Дайынбыз. Енді міне природа, яғни табиғаттағы тест-драйвқа біз бүгін алдындағы шығарылымдағы бәстескендер. Спорға кеткендер. Бәстескендер. Оның ақиқатын білеміз ғой, короче. Не бар, не жоқ. Жолда қалай, табиғатта қалай, жаман жолда қалай, жақсы жолда қалай. Соны қазір нақтысын анықтайын деп жатырмыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бүгін әдемі табиғатпен және де Туссандардың шын мәніндегі шынайы отзывын білетін боласыздар. Мен Ерғазы Азымханұлы. Жоқ. Қазір гараж. Бізде Азафаза, Бахти Коман, Нихауар және де мен. Біз бастаймыз. Қай көлікке отырасыз? Біз көкке отырып бастайық. Көкке ма, Қазақстандыққа ма? Біз маған кетеміз онда. Жақсы, онда Ниха мен Бахти көздерін жеткізсін. Қазақстандық жинақ дерске екеніне, ал біз аз екеміз смело, иә? Турецкий сборка. Көрейік ал. Мынау базовый комплектация, мынау полный комплектация. Көріңдер шау. Біздің көліктеріміздің көлемдері бірдей, екеуі де 2-5. Міне екеуіне бірдей 95-тен қазір полный бақ құйып жатырмыз. Яғни расход есептеу үшін қазір барған жерімізден қаншалықты қайсы, мынау қанша жеп жатыр, анау қанша жеп жатыр. Яғни жинақтарда бензин жеудің айырмашылығы бар ма жоқ па, соны қазір білетін боламыз. Тест-драйвқа шықтық. Біз енді қазір турецкий дейді ғой, турецкая сборка дейді. Түркиялық жинақтап отырмыз. Бұл жақта енді комплектациясы бұл базовый, бұл полный комплектация емес. Сол себепті мына жерде сенсоры жоқ екен деген сияқты. Біз қатты алысқа андай қиялдап, андай жаман жолдармен қатты жүріп өйтіп машинаны қинамаймыз деп шештік өзіміз. Өйткені бұл внедорожник емес. Сол себепті бұны біз андай қатты бір жол жоқ, жерлермен бүйтіп андай бір топырақтың үстімен, тау-тастың үстімен жүргіземіз деп деген мақсатымыз жоқ біздің. Тек қана қарапайым, кәдімгі қолданыс кезіндегі адамдар айдаған кезіндегі өзінде. Мысалы бір жерге бір демалуға барған кезде бір тегіс жерге барады, бір жақсы жерге, сәл-сәл жаман жолдары бар деген сияқты, ауылға бару мүмкін деген сияқты. Сол секілді тест-драйв өткізейін деп шешті. Былай қатты біздің андай бір қинап тастаймыз, ойбай, бүйтеміз, газ в пол басып, екеуінің скоростарын салыстырамыз деген ондай мақсатымыз жоқ. Біз, короче, казахский Tucson отырдық. Казахский сборка, яғни Hyundai Tucson. Қазір ішіндегі айырмашылықтарын кішігірім айтып кетейін. Мониторы анадан қарағанда кішігірім дәу екен. Одан бөлек климат контроль бар екі жақта. Полный мынау монитордың, яғни жаңағы дауыс көтеретіні, өткізетіні барлығы сенсорный. Одан бөлек скорость салатын қараңыздар. Скорость салатын өзі кәдімгі кнопочный. И одан бөлек 3 режим бар: нормал, эко режим и спорт режим. 3 режим бар екен. И мынау машина анадан қарағанда кішкене іші салоны барлығы жаңа болып, прям комфортно болып көрініп тұр. Тағы да бір ерекшелік айта кетейін, салоны бойынша қазақстандық Tucsonның ішінде память сиденья бар. Яғни есікті ашсаңыз, сиденьяңыз автомат түрде артқа жылжиды. Және де ішке кіріп есікті жабатын болсаңыз, сиденьяңыз автомат түрде алдыға жылжып, сізге ыңғайлатып береді.
Сосын мынандай айырмашылықта өте жақсы екен, қараңыздар. Мысалы, панель болатын болса, былай жаққан кезде оң жақ көрінеді, былай жаққан кезде сол жақ көрінеді деген сияқты. 360 градустық камера. Короче, пацаны, знаете, вот такое видел сейчас. Подождите, я вам расскажу. 1, 2, 3. О, my goodness. Вот это что, знаете, понимаете, да? Вот, оп. Вот это панорамный вид, пацаны. Это панорамный вид. И вот это, посмотрите. О, my god. Вот это я понимаю, да? Вот это я понимаю. Вот это пока что закроем. А панораму оставим. Панораму оставим. Салон туралы. Мына жерде енді базовый комплектация болғаннан кейін бағана айтқанымдай мына жерде сенсорлары жоқ, камерасы 360 емес, сосын поворотникте міне көрдіңіздер ма, камера ана жерде қосылмайды, ал ана қазақстандық жинақта полный комплектация болғаннан кейін жиналады. Ал былайынан бүйтіп ұстап көргенге, бүйтіп мынау материалдардың отделкалары, дауыс дыбыс изоляциясы бүйтіп базовый болса да, анау максималды болса да, екеуінен қатты, ондай айырмашылықты байқап тұрған жоқпын негізі. Аза өзің не дейсің? Мен де айырмашылықты байқап тұрған жоқпын. Бірдей бәрі. Қазір енді сол жүрісін көреміз, жұмсақтық. Кешана зауытта айтқан сөздерге толыққанды сәйкес келіп жатыр, иә? Барлық мына заттардың барлығы, мысалы, кейбір ана детальдардың элементтері, жалпы мына кузовтың элементтері бүйтіп майда-майда нәрселерден бүйтіп сфаркленіп құрастырылып, ішіндегі нәрселердің барлығы бүйтіп жинақталады ғой. Соған келетін мынау майда ұсақ түйек нәрсенің барлығы барлық жинақтарға, зауыттарға, Турция болсын, Корея болсын, тағы Чехиядағы зауытқа болсын, барлық жақы бірдей болып барады. Яғни изготовительдер, мынау детальдардың, майда-шүйде детальдардың изготовительдері барлық жаққа бірдей жібереді. Қазақстанның өзі шығарып алды деген нәрсе жоқ, барлығына бірдей барады. Тек қана жинақтардың андай қалай қалай жиналған екенін, қалайынан жасалған екен, қалай өндірілген екенінің біз айырмашылықтарын айта аламыз, иә? Мына жерде көрдіңіздер, селектор КПП бұл осылайынан жасалған, ал қазақстандық жинақта толық комплектация болғандықтан ол жақта мынандай не етін кнопка. Батырмамен жасалады. Бұл комплектацияда, мынау жинақта, бұл білмеймін, бұл базалық, егер бұның максималды, турциялық жинақтың максималды комплектациясында ол бар шығар, бірақ мына көлікте, мына жақта ескерту жоқ. Яғни айналарда, анада кәдімгі бірінші көзіңе ескертеді, жанып, сап-сары болып, қып-қызыл болып, содан кейін барып дыбыспен ескертеді, пипін деп. Ал бұда ондай жоқ екен. Мына жақта тағы да бір айта кететін нәрсе, енді бұл ешкімге таныс емес, андай жаңалық емес, бірақ американецтерде бұл енді Америкаға арналған, Американың нарығына арналған көлік болғандықтан бұл жақта мильмен жүреді, километраж емес. Саймондар панелін қараңыздар, бұл жақта мильмен жүреді. Шедам, қалай екен? Керемет, күшті, әсер деген мен айта алмаймын, вообще кайф. Не айырмашылық байқадыңдар екеуінен? Айырмашылық принципі бірдей ақ, екеуінде, бірақ қай жағынан? Қай жағынан? Техникалық жағынан? Техникалық жағынан да жақсы, бәрі бірдей ақ, комфорт жағынан, іш жағынан, енді действительно қазақстандық сборка. Комплектация жоғары, иә? Менің байқағаным, кішкене американдық көлік, яғни турецкая сборка, кішкене жесткілау сияқты болды. Ходовка жағынан, о ходовка жағынан мойындау керек, сәл жесткілау екен, а қазақстандық сборка жұмсақ жүреді. Сосын, бірақ, мынадан көрі екеуі де екі емес қой. Анау газ бастан тезірек қимылдайтын сияқты, резвилау, е? Қазақстандық сборкадан көрі анау резвилау болып тұр негізі. Жоқ, мынау может новыйдан шыққаннан кейін енді пробег айналмауы ғой, может. Мынау пробег айналып кеткен содан шығар, может. Содан деп ойлайсың. Кішкене жүргеннен кейін барып білінеді да оратан. Фар нелерінде фар? Фарларында. Мынау, міне қараңдар. Мынау қазақстандық жинақтағы көрдіңдер ма? Европаға арналған, Америкаға арналған түріктердің жинағы. Мына жерде сары осындай поворотник болады, бұл американдық нарыққа арналған кәдімгі өзінің несі ғой, спецификалық несі. Қазір біз 100 километрде жүрдік, азырша әлі кетіп баратырмыз, тауларға қарай барамыз қазір, е? Әлі маңдай жолдар бар. Палаткаларда жатамыз суықта.
Ал құрметті достар, қазір ретро гараж Ерғазы Әзімханұлының подкастына қош келдіңдер. Отырып өзіміз әңгіме Міне біз мынандай жаман жолдар бар, жақсы жолдар бар, тауы бар, тасы бар, барлығынан өтіп, қазір бүгін қонатын локациямызға келіп отырмыз. Зауыттан алып кеткен көлікпен Америка құрама штаттарынан тікелей Қазақстанға келген Турцияда жиналған көлік екеуінің арасындағы айырмашылықтарды өзіміз тексеріп көруге тырыстық барынша. Енді біз енді қазақстандық жинақтың жақтаушылары ретінде, бізден көңілімізден шықты. Шықты, өте 5-10. Енді біз екеуміз қап-қара бірдей киініп алғанбыз. Мына жақта отырған бежевый киінгендер не дейді екен? Жоқ, енді біздің үндемеуіміздің себебі енді қазақский сборканың мықты болып тұрғанында болып тұр ғой енді. Анымен үндемей бір жерімізді құм құйылды деу керек. Бір жерімізді қысы. Міне. Мыналар дорама сияқты киініп алса, бізде міне борын қазақ деп өзіміз. Мен кіндігіме де жазып Енді не дейсіңдер? Қорытынды айтайық. Қазір біз мына жерге палатка құрып, осында қоныстанатын болдық, тоқтайтын болдық. Керемет күнмен. Енді біз ойладық закат болады деп, бірақ енді жаңбыр жауып, тұмандардың арасынан өткеннен кейін өздерің де түсініп тұрған шығарсыңдар. Закат болмайды, бірақ осындай керемет табиғат аясында, Енді қорытындылайсыңдар, не дейсіңдер? Қорытындылағанда былай, короче, біз 2 туксонмен келдік. Ауысып қалада өте жақсы. Тау-тастарда да айдап көрдік, 4 ВДСі бар. Прям барлық жағын ұнады. Енді екеуінің кішігірім айырмашылықтары бар, жаңа сіздер айтқандай, фарында, ходовкісінде шамалы, и газдарында, тартыстарында дегендей. Басқа жерінде бір особо бір қатты айырмашылық жоқ. И комплектациясында айырмашылық бар. Екеуінде 2.5 мотор болғанымен қозғалтқыштары, біреуінікі Донс қозғалтқышы, біреуінікі GDI. Америкаға GDI шығады анау. Америкаға GDI. Сол үшін шығар, мүмкін 2.5 бола тұра, ана кішкене GDI жылдам қимылдап тұрғанша. Бірақ ходовкысы маған қазақстандық жинақ ұнады. Бәріңе ұнады ма? Сөз жоқ, ходовка жағынан қазақстандық сборка неміне жұмсақ жүреді. Ал американский сборкада, турецкий сборкада ол кішкене жесткілеу екен. Ал жинақ бойынша не дейсіңдер андай? Құрастырылу бойынша ана уплотнительдердің орында тұрғаны, немесе сықырлаған бір артық дыбыстар естідіңдер ма? Енді ол жағына келетін болсақ, енді барлығында бірдей деп ойлаймын, өйткені себебі екеуінде жаңағы айтады ғой. Франшиза деген сияқты нәрсе ғой. Екеуінде барлығын тексереді шыққанда заводтан. Сондықтан да оны ештеңе байқамадық, барлығы жақсы. Өздерің бірдей көресіңдер ма? Әңгімен қысқасы. Көкемірен іш қамасын. Жоқ, айырмашылық жоқ, Hyundai Tucson. Негізі турецкий сборда жақсы аға. Аға, ол жақсы деп жатыр қой, наоборот. Жоқ, жақсы просто аға, просто жақсы. Қазақстанда біріншіге шығарыңдар, мен оған қосыламын базар. Отанды қойдым алға аға деп андай. Бірақ сізді көке сіздікі басқа жақсы екен. Просто эмблема жоқ, қалған бәріне әдемі. Енді негізі қандай айырмашылықтарым бар қандай айырмашылықтар бар десеңіздер, бірден айттық қой, анау поворотниктарынан көрініп тұр, біреу сап-сары болып, біреу андай болып. Одан кейін решеткаларында кішкене айырмашылық бар, және де фарларында кішкене айырмашылық бар. Және де ең бірінші айырмашылық ол вин кодында. Вин кодының бірінші әріптері бізде мынау Турцияда жиналған көліктің Hyundai Tucsonның вин коды Н әрпінен басталады. Біздікі Қазақстандікі К әрпінен басталады, ал Чехиянікі Т әрпінен деген сияқты әр елдің өзінің басталу әріптері бар вин кодында. Вин кодының басталу әріптері әртүрлі демек. Әртүрлі. Бірақ жинақ көзімізге кәдімгідей көзімізден көрдік, ой санамызға түйдік. Көрдік, дөңгелен ғана жасамайды. Бірдей екен, по идее, жиналулары. Қазақстанда дамып жатыр деген сөз ғой. Қазақстан уақыт өте келе дамып жатыр. Ішінде мысалы жетіспейтін бір шақтары бар, солардың алдағы уақытта жетістіріп, жаңағы оның ішінде ол бәке алғасы айтады болдыр. Ол жетіспейді не ол, қайсы жетіспейді? Мысалы заводта деймін да, мысалы жаңа айтты ғой, біз қолмен жинаймыз бәрін деп. деген нәрселер жоқ, ол емес. Пластмасс, бампер нәрселерді алып келіп бізде кастет шығарады ғой. Тек пластмасс ғой. Соны бізге құйып шығаратын бір завод болса жақсы. Темір сияқты ма? Пластмастың өзінде ма? Пластмастың өзін шығаратын. Чүчіліп кеткенмендер.
Все, ендеше қараңғыда батып жатыр екен, шығарылым ұнады деген ойдамыз. Қазір ретро гараж, келесіде тағы қандай көліктер болсын айтыңдар. Осындай формат ұнайтын болса, біз әрі қарайда жалғастыра беретін боламыз. Қазір палаткамызды құрып, шлепкаларын шешіп, сөйтіп жылынып, жата қаламыз. Ұйқыға кете қаламыз. Ең бастысы отандық өнімді қолдайық. Жақсы болсын, жаман болсын, ол өзіміздікі, өзімізден шыққан нәрсе. Өзіміздікі, өндірістікі. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, сырттан қарап жүрген болмайды. Әзекеңнің парақшасын көтерейік, Hyundai жасасын, қазақ контенті жасасын. Қазақ контенті жасасын. Қазақ несі жасасын. Қазақтың несі технология жасасын жігіттер. Ұра берейік. Және контенті. Қазақ контенті жасасын. Қазақ контент жасай берсін. Қазақ контент жасай берсін, давай. Палатка құрайық, камар жобалар. Камар жоба, 3 палатка құндар болды. Машинаға кетіп қол, машина. Қай жерге ұшсам да талмас қанатым. Неше түрлі жер бар әлі баратын, бірақ Рио де Жанейро емес Алматым.